Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай дастарханың сәні болатын жұп-жұмсақ әрі сүп сүйкімді өте дәмді күлше нандар дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым. Құрамына қосылатын заттардың грамдарын, мөлшерін төменде описание бөліміне толық жазып қалдырамын. Егер сол көрсетілген мөлшермен дайындайтын болсаңыздар, сіздерде де осындай кереметтей күлше нандар шығатын болады. Ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, одан кейін жылы суымызды құямыз. Су мен сүттің ыстық болып кетпегендігін қадағалаңыздар. Саусақтарыңызды салып көргенде күймейтіндей болуы керек. Одан кейін бір ас қасық толы ашытқы мен 2 ас қасық қантымызды саламыз. Және де 1 шай қасық толтырып тұз салып, барлығын жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін соңында ертілген сары майымызды қосамыз. Мен 82% президент майын қолдандым. Және де електен өткізіп, дайындап қойған ұнымызды бірден салып жібермей, осылай 2-ге немесе 3-ге бөліп салып, қолымызбен араластырып, қамырымызды илейміз. 800 грамдай салдым. Сіздер бірінші 750 грамм салып көріңіздер. Өйткені әр ұнның тығыздығы әртүрлі болып келеді. Сол себепті де 50 грамм артық немесе кем болып жүруі мүмкін. Енді өздеріңіздің ұндарыңызға қарайсыздар. Осылай қолымызбен жақсылап араластырып, ешқандай іріткі қалдырмай қамырымызды илеп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай орташа тығыздықта иленіп шықты. Ал енді илеп алған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Қамырдың жақсы көтеріліп, тез ашып шығуы ашытқыға байланысты болады. Сол себепті сұрығы өтіп кетпеген балғын ашытқы қолданғандарыңыз дұрыс. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз 2 сағаттың ішінде кереметтей болып көтеріліп шықты. Енді қолымызбен осылай 1-2 басып, илеп алып, сопақша формаға келтіреміз. Және де дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Көз мөлшермен өлшесеңіздер де немесе мен сияқты таразымен 150-120 граммнан бөліп өлшеп алсаңыздар да болады. Қолымызбен осылай дөңгелектеп формамызға араларын алшақтау етіп ашып қоямыз. Қазір біздің қамырымыз тағы да біршама көтерілетін болады. Пісу барысында да жабысып қалмас үшін осылай араларын ашып қоямыз. Беттерін тағы да пищевой пленкамен немесе мата дастарханмен жауып 20 минутқа қалдырамыз көтерілгенше. Міндетті түрде бетін жауып қалдырыңыздар. Өйткені қазір нанымыз піскеннен кейін көтерілмей қалуы мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай 20 минуттың ішінде қамырларымыз тағы да біршама әдемі болып көтеріліп түсті. Енді қазір нанның формасы келтіретін боламыз. Осылай саусағымыздың көмегімен қамырдың дәл ортасын басып, нанымыздың әдемі формасын шығарамыз. Алдағы уақытта менің каналымда бір жасағаннан шығатын қарапайым әрі керемет рецепттер шығып отыратын болады. Жіберіп алмас үшін подписация батырмасын және де жанындағы қоңырауша белгісін басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Нандарымызды әдемілеп формалап алғаннан соң орталарын пісу барысында көтеріліп кетпеу үшін шанышқының көмегімен осылай басып шығамыз. Ал енді бір жұмыртқаның сарыуызына 1 ас қасық сүтімізді құйып араластырып, осы нандарымыздың бетіне жақсылап әдемелеп жағып шығамыз. Видео ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайк қойып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және де сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Осылай нандарыңыздың бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып алғаннан кейін, әсемдік үшін мен нанның ортасына семена ілна септім. Сіздер күнжіт, седана болмаса мак сепсеңіздер де болады. Болмаса ештеңе сеппей пісіре берсеңіздер де болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ал енді 190 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 25 минуттай пісіріп аламыз.
Көріп тұрғандарыңыздай нандарымыз алтындай әп-әдемі болып пісіп шықты. Қалған нандарымызды да дәл осы ретпен пісіріп аламыз. Осымен біздің сүп-сүйкімді жұп-жұмсақ күлше нандарымыз дайын. Мерекелік дастархандарыңыздың сәні болатыны сөзсіз. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріп, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шыққан. Нандарыңыз дұрыс шықпай жүрген болса, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.